Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем. Қалдарыңыз қалай? Барлығы аманшылықта ма? Ал бүгінгі санымызда балаларымыздың мерекесіне айналатын керемет тағам түрі нанға оралған шұжықтар пісіретін боламыз. Қамыры достар жұмсақ, дәмі керемет болып шығады. Олай болса, тездетіп дайындыққа кірісеміз. Алдыменен ыдысымызға сүтімізді жылытып, ішіне тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды салып, жақсылап тұрып, ерігенше былғайтын боламыз. Ашытқымыз еріген соң ішіне 2 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның ағын салатын боламыз. 1 жұмыртқаның сарысын үстіне жағуға алып қалатын боламыз. Жұмыртқаларымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, болған соң ұнымыздың үстіне 1 қасық ванилинімізді салып, ұнымыздың үстіне бөліп салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қолымызбен барлығын илеп болған соң, қамырымызды дастарханымызға қойып, жақсылап тұрып, біріктіріп, илеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымызды илеп болған соң, соңында үстіне сұйық майымызды құйып, қамырымызды жақсылап тұрып, біріккенше араластырып илейтін боламыз. Қамырымыз бірігіп иленді. Достар, не көріп тұрғандарыңыздай, сұйық майымен барлығы біркелкі етіліп иленді. Ендігі қамырдың қақпағын жауып, өте жұмсақ қамыр болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, ендігі қамырымыздың қақпағын жауып, сағат жарым 2 сағатқа көтеруге жылы жерге қоятын боламыз. Достар, біздің қамырымыз көтерілді, керемет болып, сағат жарым 2 сағаттай тұрды. Енді өте қатты баспай, қолымызбен дөңгелетіп, керегімізше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен барлығын 55 граммнан бөліп шықтым. Менде 24 бөлік шықты сонда. Барлығын теңдей етіп бөліп, міне достар, көріп тұрғандарыңыздай осылай етіп дөңгелетіп 15 минутқа көтертуге қойып қоятын боламыз тағы да. Он 15 минуттан кейін достар, қамырымызды бір-бірлеп алып, оқтауымызбен жайып, керегімізше, қалағанымызша қамырымызды жайып алған соң, үстіне бір-бірлеп шұжықтарымызды қойып, қалауымызша бүгіп, форма келтіретін боламыз. Мен осылай етіп қамырды орадым да, жан-жағын бүгіп, әркім өзінің қалауынша әсемдейтін болады. Мен осылай 4 жерден үстінен кесіп шықтым. Дәл осылай екінші қамырымды да алып, дәл сондай қимылмен қамырымды жайып, үстіне шұжығымды қойып, айналдырып орадым, және де шеттерін бүгіп, үстін 4 жерден кесіп шықтым. Дәл осындай реттікпен бүткіл қамырымды жасап шықтым. Дәл осындай қайталап отырып, осындай реттікпен бүткіл қамырымды шұжықтарыма орап, үстінен кесіп шықтым. Жасап болған шұжығымызды противенімізге қойып, 15 минутқа көтертуге қойып қоятын боламыз. 15 минуттан соң
жаңаға алып қойған жұмыртқамыздың сарысымен үстіне азғантай қосып сүт құямыз және екеуін араластырып шұжықтарымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Шұжықтарымызды дайындап жағып болғаннан соң қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа жай отқа қатты күйдірмей пісіріп алатын боламыз. Әркім өзінің отына қарай қарайтын болады. Әсемдік үшін мен үстіне мак септім. Кунжутым болмай қалыпты, кунжутым бітіп кетіпті үйде. Сол себепті макты септім. Макпен де өте дәмді болып шықты. Әркім өзінің қалауынша. Себетін нәрсе маңызды емес. Дәл солай қалған шұжықтарымды да жағып, жақсылап тұрып, үстіне мактарымды сеуіп шықтым. Және де қызып тұрған пешіме 160-170 градуста 25-30 минуттың ішінде пісіріп алдым. Міне достар, менің шұжықтарым өте керемет болып, қамыры керемет болып көтерілді, екеуі де керемет болып пісіп шықты. Балалар өте мәз. Дәмі достар керемет, енді айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балаларыңыз бір қуанып қалсын. Балаларға тек ата-анасы күнде тәтті тамақ пісіріп қуанса, одан асқан бақыт бар ма? Бала бақытты болса, ата-ана да бақытты. Солай емес пе достар? Ал дәмін айтсақ достар, керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецептін сақтап, отбасыңызды бір қуантыңыздар. Маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз достар. Сіздермен болған әсем. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.